Кайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер, кайырлы күн, құрметті менің достарым. Сіздерменен мен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Мен бүгін сіздерменен видео түсірілімді әрі қарай жалғастырамын. Менің бүгін видео түсірілімде қозғайтын тақырыбым жалпы бизнестің негізгі қағидасы, негізгі формуласы, сол жөнінде айтатын боламын. Қандай болмасын, бизнесте жетістікке жету үшін, мол табыс табу үшін, ол традиционный бизнес болсын, ол сетевой бизнес болсын, жалпы бизнес әлемінде жетістікке жету үшін мен өзімнің тәжірибеммен бөлісетін боламын. Және осы бекітіп қойған үлкен ережесі бар, сол ережеменен бөлісіп кететін боламын. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шықса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Кеттік. Ең бірінші, бұл бизнестің негізгі қағидасы тауар плюс ақша плюс тауар. Осы формуланы мен сіздерге ашып айтып беретін боламын. Тауар болған жерде ақша болады, ақша жүрген жерде тауар болады. Бұл жалпы осы нарықтың негізгі табыс табудың, қай салада болмасын, табыс табудың бизнестің ішінде негізгі ережесі. Екінші ережесі ол күнделікті тауар айналым жасау. Традиционный бизнесте күнделікті сіз затты әкелдіңіз бе, сол заттың белгілі бір мөлшерін сату, яғни. Ал мынау сетевой бизнесте айтатын болсақ, күнделікті тауар айналым жасау. Мен бұл сабақты не үшін айтып отырмын? Мен осыдан біраз жыл бұрын 2019 жылы сату салалары бойынша менеджмент факультетінен түстім. Өзім таңдаған мамандығым әрине ол болған жоқ. Ең бірінші менің таңдаған мамандығым мұғалім болатын, мұғалімдікке түсе алмадым. Одан кейін журналист болам дедім, түсе алмадым. Одан кейін мамамның апарып, осы саланы сен таңдайсың деп апарып түсірген мамандығы болатын. Сол мамандықты меңгеру керек болды. Жүрегіммен о баста негізі мен қалаған жоқпын, бірақ сол оқуға түскен кезінде бірінші курста менің кураторым Остаева Оразқан Әділханқызы мені шақырып алып айтты: Асия, сен именно осы түскен сабағыңды, мамандығыңды 2 есе, 3 есе басқа балаларға қарағанда сен жақсы меңгеріп шығу керексің деді. Ойландым, неге ол кісі именно маған айтты деп. Сонан кейін сұрадым, не үшін именно маған неге айттыңыз оны деп. Сол кезінде айтты: сенің білесің ғой деп, басқа балалар сияқты сен жаңағы қара жұмыс жасай алмайсың, сен неменен баспенен жұмыстануың керексің, сен сөйлеу манерасы арқылы, яғни тілменен жұмыстану керексің, соған сен осы мамандықты меңгеруің керексің деп сөйледі. Ол мамандықтың негізгі формуласы тауар плюс ақша плюс тауар деді. Сол кезде айтты: күнделікті тауар айналым жасау. Енді мен гипермаркет, супермаркеттерде менеджер болып жұмыстануым керекпін ғой. Бірақ мен ол салаға барған жоқпын. Осы теншиді дайын мамандық ретінде түскен мамандығымды теншиға әкеліп пайдаланып, үлкен жетістікке қазіргі таңда жетіп жатырмын. Сол кезде ол кісінің айтқаны маған: Асия деді, күнделікті тауар айналым болу керек. Бизнесте осы сенің салаңда күнделікті тауар айналым, күнделікті сатылым болу керек. Сенің басқа ешқандай планың жоқ, күнделікті сатылым және тағы да сатылым. Бұл жерде сен өзіңнің барған жеріңе сол нәрсені енгізіп, өзің соны мамандық ретінде қарап, ары қарай алып кетесің. Сен алып кету керексің. Басқа балаларға
ақша керек, бірақ сенің денсаулығыңа 2 есе 3 есе қажет. Денсаулығыңды жаңағы күтіп жүру үшін, өзіңнің қажеттіліктеріңді орындау үшін, әсия сен сол үшін сен осы мамандықты меңгеру керексің деп ол кісі маған айтты. Сонан бастап мен сол күннен бастап тауар плюс ақша плюс тауар деген ережеге бағынып, сол ережені орындап келе жатырмын. Тауар болған жерде ақша болады, ақша болған жерде тауар болады. Бұл жерде енді сетевой бизнеста қандай сетевой болмасын, өздеріңіз білесіздер, тауар айналымға, күнделік жасалған тауар айналымға айдың аяғында ақша төленеді. Соны жасау үшін осы ережені, жетістікке жету үшін осы ережені сіздер біліп алуыңыз керексіздер. Ол жерде тауар жүрген жерде ақша жүреді, ақша жүрген жерде тауар жүреді. Ол нарықтың үлкен бизнестің ережесі, формуласы. Сіз жетістікке жеткіңіз келе ма? Бизнесте жетістікке жеткіңіз келе ма? Осы нәрсені, осы ережені миыңызда ашып тұрып құйып алуыңыз керексіз. Сіз күнделікті тауар айналым жасауыңыз қажетсіз бизнесте. Күнделікті сатылым болу керек. Бизнес жүрген жерде сату жүреді. Сол нәрсені біз толыққанды түсініп алуымыз керек. Одан кейін бізде күнделікті тауар айналымды біз қалай жасаймыз? Мен өзім о баста бұлай бастадым. Күнделікті 50 PB, 10 күнде ол 500 PB болады, бір айда 1500 PB болады. Мен өзім, жеке өзімнің тауар айналымым күнделікті 50 PB. Ол мен осы бизнесті бастаған кездегі өз-өзіме бекітіп қойған ережем, менің күнделікті тауар айналымым сол болу керек. Өйткені неге? Сіз қай салаға бармаңыз, бизнесқа келесіз ба, сіз орындауыңыз керексіз. Сіз осы бизнестасыз ба, міндетті түрде орындауыңыз керексіз. Сізде басқа андай әңгіме болмау керек. Мысалға да мен айтайыншы сіздерге, мұғалім болатын болса, мұғалім не істеу керек? Өзінің планын орындайды, өзінің жаңағы жоспарын жазады, ашық сабақ өткізеді, баламенен жұмыстану арқылы оған не төленеді? Ақша төленеді. Басқа да мамандықтың барлығында күнделікті өзінің бекітіп қойған ережесі бар, жұмысы бар. Сол жұмысты орындаған кезінде не істейді? Оған ақша төленеді. Бұл жерде біздің Ченшидің, бұл жерде жалпы сетевой бизнестің артықшылығы, сіз қаншалықты күнделікті өзіңіздің планыңызды, күнделікті өзіңіздің жоспарыңызды орындайсыз. Бұл жерде ақша шектеусіз. Ал сен мұғалім бол, сен электрик бол, сен басқа бол. Ол жерде сен азынан кешке дейін жұмыста болғанда не істейді? Мезеріне ақша төлейді. Сен генератор идеяңды, мына басыңды сен не істейсің? Белгілі бір мөлшерге ақшаға беріп қоясың. Ал сетевой бизнестің артықшылығы, сен бір шама, 2-3 жыл уақытыңды бөліп, упорно жұмыстанып, структура құрып, бедные люди дейді. Ищет работу, богатые люди строят сеть. Яғни сет құруға, адамдарға ақпарат беріп, өмірін өзгертіп, денсаулық алуына сен толыққанды 100% мименен кіріп, 2-3 жыл сен жұмыстанатын болсаң, сен не істейсің? Үздіксіз ақшаға сен қол жеткізе алады екенсің. Бұл жердегі біздің мақсатымыз не? Әрбір адам өзіне жауапкершілікті алу керек. Сен үлкен жетістікке жеткен адам бол, басқа адам бол. Өйткені сен осы саланы таңдадың, осы саланы келдің сен осы салаға. Сен
осы саланың үздігі болуға сен тиіссің. Біздің айтып жатырмыз ғой, жаңа Қазақстан деп құрып жатырмыз, я. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы құрып жатыр. Жаңа Қазақстан қай кезде бізде дамиды? Жаңа Қазақстанда біз қашан біз жаңағы ойымыздағыдай өмір сүре аламыз? Әрбір адам өзінің саласында үздік болған кезде, өз саласының үздігі болсын. Мейлі қандай мамандық болмасын, өз саласының үздігі болған кезде, сол кезде біз Қазақстанымызды дамыта алады екенбіз. Енді сіздер главный нәрсені түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бизнеста күнделікті тауар айналым болу керек. Күнделікті тауар айналым. Минимум, менде бүгін тауар айналым болған жоқ. Мен бүгін ешқандай жұмыстанған жоқпын. Менде бүгін ешқандай қозғалыс болған жоқ дегеннің өзінде сізде минимум 50 pp товар оборот болу керек. Ал максималды тұрғыда сіз процесте жүрсеңіз, сіздің товар оборотыңыз одан міндетті түрде жоғары болады. Минимум бүгін ешқандай не болған жоқ, менде бүгін ешқандай әрекет болған жоқ дегеннің өзінде сіз күніне 50 pp-дан орындап отыратын болсаңыз, айына сіз 1000 pp товар обороты орындайсыз. Өзіңіз сияқты 10 адам болса, $15,000 товар обороты болады. Міне ақша қайда жатыр? Міне товар оборот қайда жатыр? Бұл жерге келдіңіз ба? Біз не істеуіміз керек? Өзіміздің мақсатымыз сол. Бізде басқа мақсат жоқ. Бизнеста жүрген адамның қай сетевойға бар, мейлі қай компанияға бар, не дейді? Сенің товар оборот орындағаныңа береді, тауар айналым жасағаныңа береді, продвижение товар жасағаныңа береді. Сен продвижение товар жасамайсың ба? Сен күнделікті өзіңе жауапкершілікті алып, күнделікті өзің структураңның алдында, сенің өзіңнің неңнің алдында сен жасамайтын болсаң, оны структураңда сенің жасамайды. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Минимум күнделікті товар оборотты қолымызға алуымыз керек. Мотивационный программа кімнен басталады? Мотивационный программа жігерлендіру бағдарламасы менің өзімнен, сенен, басқадан, әрбір өзің сияқты адамдардан басталады. Өзің сияқты адамдардың күнделікті тауар айналым жасауынан. Сондықтан, құрметті бизнес әріптестерім, менің бүгінгі сіздерге берген тауар плюс ақша плюс тауар деген жалпы бизнестің ережесі жөнінде, негізгі формуласы жөнінде берген ақпаратым ұнады деген ойдамын. Онда осы сабақты тыңдап, әрі қарай бизнесте жетістікке жететіндеріңізге мен кәміл сенемін. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шықса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Келесі жолы мен қандай ақпарат бергенімді қалайсыздар, сол жөнінде жазып отырыңыздар. Келесі видеоларымда жүздескенше сау, саламат болыңыздар.